Сәлеметсіздер, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тіліне байланысты болады. Жалпы қазақ тілі сабағы бойынша 7-ші сыныптан 12-ші сыныпқа дейін ішкі жиынтық бағалау және сыртқы жиынтық көп келетін тапсырмалар бойынша жұмыс жүргіземіз. Яғни ол біріншісі салыстыру жұмысы, екіншісі ісі. Яғни осы екі тапсырма бойынша бүгінгі видео сабағымыз дәлдеп сіздерге көмек береді. Бірінші салыстыру. Салыстыру жұмысы екі мәтін арасында болады. Сізге берілетін мәтін А мәтіні және Ә мәтіні болады. Осы екі мәтін бойынша ұқсастық және айырмашылықты айқындап, сараптамалық бір анализ жүргізу керексіз. Яғни ол неден басталады? Ең біріншіден салыстыру жұмысы екі мәтін арасындағы ұқсастықтан бастайды. Яғни А ұқсастық. Ұқсастық бойынша сіз екі мәтін арқасында аудиториясын, екіншісінен мақсатын, үшіншісінен мазмұнын айқындайсыздар. Яғни осы үш аспект бойынша екі мәтіннің ұқсастығын табу жұмысы жүргізіледі. Жалпы ең басында аудиториясында, яғни бірінші аспектте екі мәтіннің аудиториясы кең деп жасауға болмайды. Яғни аудиториясын біз осы екі мәтіннің тақырыбына, екі мәтіннің мақсаты және мазмұны бойынша айқындаймыз. Яғни мысалы А және Ә мәтіннің ортақ аудиториясы болып, мысалы киберспортпен қызығатын адамдар болып табылады. Мақсаты және мазмұны бойынша екі мәтін қалай да болсын айырмашылығы болады. Бірақ сол айырмашылықтарға көз жөнелтпей, екі мәтіннің ұқсас бір ерекшеліктерін табу керек. Яғни ол жалпы негізде болады. Жалпы келесі ұқсастық біткеннен кейін бізде келесі айырмашылықтар орын алады. Яғни келесі Б пункті айырмашылықтарға негізделеді. Екі мәтіннің айырмашылықтары неден тұруы мүмкін? Жаңа мен айтып кеткендей, әрбір мәтін бойынша оның мақсаты, мазмұны, үшіншісі формасы, төртіншісі тілі, бесіншісі сөйлемі, алтыншысы жалпы екі мәтіннің түрі, құрылымы бойынша сараптама жүргізіледі. Жалпы әр аспектке көбірек тоқталып кетсек, яғни мақсаты, мазмұны жаңа мен айтып кеткендей жалпы негізі емес, әрбір мәтінге сәйкес мақсаты мен мазмұнды айқындаймыз. Ол жұмысты тезірек уақыт үнемдеу жүргізу үшін А және Ә мәтіні бойынша әр параграфтың, мысалы А мәтінде 3 параграф болса, ал Ә мәтінде 4 параграф болса, осы әр параграфтың мақсаты мен мазмұнын айқындауға болады. Және де осы арқылы біз тек қана екі мәтіннің арасындағы мақсат пен мазмұнның ерекшеліктерін ғана емес, тіпті бір мәтіннің ішіндегі параграфтардың ерекшеліктерін айқындай аламыз. Келесі формасы. Жалпы формасы көптеген бастапқы жиынтық бағалауларда беріліп отырады. Ол мысалы Ілияс Есенберлімен жүргізілген сұхбаттың үзінді болуы мүмкін, немесе мысалы кітап KZ ресурсынан үзінді болуы мүмкін. Ол әрбір мәтіннің оқылым
тапсырмасының жоғарғы бетінде жазылып отырады. Ал тілі бойынша тоқталып кетсек, тілі бойынша біз әр мәтіннен негізгі ойды ашатын үш сөздерге тоқталып, оларды жазу керекпіз. Осы үш сөз негізгі ойды жаңа біз айтып кеткен мақсат пен мазмұнды айқындауда керек. Және де бұл үш сөздің қолданысы үлкен болу керек. Келесі 5-ші пункт бойынша сөйлемдері. Сөйлемге талдау жүргізу кезінде біз жай немесе құрмалас сөйлемдер бойынша тоқталып кетеміз, яғни сөйлемдерді ажыратамыз. Ол үшін әр мәтіннен, және ә мәтіннен үш сөйлемнен таңдап, ол сөйлемдердің қандай сөйлемге, қандай типке, қандай түрге жататыны көрсету керек. Ол жаңа мен кеткенде жай және құрмалас сөйлем болуы мүмкін, немесе құрмалас сөйлемдердің ішінде қандай құрмалас сөйлем, мысалы сабақта салалас болуы мүмкін. Соны ерекшелеп айтып кетсеңіз, одан да тым жақсы болады. Жалпы 6-шы пункт бойынша мәтін, мәтіннің негізі құрылымына, мәтін түріне тоқталамыз. Яғни мәтіннің түрлері біз білуімізше бірінші түрі пайымдау мәтіні болуы мүмкін. Яғни белгілі бір мәселеге жазылып, автор оны пайымдаса, талқылау жүргізсе. Келесі әңгімелеу мәтіні, немесе көптеп оны баяндау мәтіні деп айтады. Баяндау мәтіні. Ал келесі пункт бізде сипаттау мәтіні болып табылады. Сипаттау мәтіні негізінен сипаттау элементтері, яғни сын есімдердің көп қолданысы негізінде айқындалады. Жалпы тағы да біз ұмытып кеткен ең маңызды жайт, ол тілінен бұрын формасы мен тілінің арасында мәтіннің стиліне тоқталып кету. Мәтіннің стилі әртүрлі болуы мүмкін, ол жанрына байланысты болады. Яғни, мысалы, мақала болса, публицистикалық стилде жазылады, немесе бір ғылыми жоба болса, онда ол ғылыми стилде жазылады. Ал тағы да, мысалы, сұхбаттың үзінді болса, ол ауызекі сөйлеу стилінде жазылған болуы мүмкін. Көбінесе ішкі жиынтық бағалау жұмыстарында публицистикалық стилде жазылған мақалалар беріледі. Яғни, осы стилді сіз тілінде дәлелдейсіз. Және де мәтіннің өзінде дәлелдей аласыз. Және де формасы негізінде жаңа мен айтып кеткендей, егер ол мақала екені айқындалып отырса, онда формасы арқылы стилді дәлелдей аласыз. Яғни, осы жүргізілген салыстыру сараптамалық жұмысы бәрі-бірімен тығыз байланысты болып табылады. Яғни, салыстыру жұмысын жазып отқан кезде ең маңызды ұмыт кетпейтін жайт, ол сөйлемдердің арасындағы логикалық байланысты сақтау. Себебі ол өте маңызды. Яғни, тым қарапайым тілмен айтып кетсек, салыстыру жұмысын тек қана осы пункт бойынша аспектке бөліп, бірінші, екінші, үшінші, төртінші деп айтып кетсек, ол жай ғана фактқа құрылған, тым ерекшелік кеткен жұмыс болады. Сондықтан да салыстыру жұмысына логикалық байланысты сақтау маңызды. Келесі, салыстыру жұмысына жалпы менің беретін уақытым 40 минут. 40 немесе 50 минут, себебі салыстыру жұмысы көп, тым көп уақыт алады. Яғни оның балдық өлшемінде 10 ықпал. Сондықтан да салыстыру жұмысына 40-50 минут бөлу өте маңызды. Көбінесе 7-ші сыныпта, 8-ші сыныпта осы салыстыру жұмысына 80 минуттың өзінде бәрін беретін оқушылар да болады. Соның әсерінен, ықпалынан оқушылар өте аз ұпай алып кетеді. Екінші, тағы да бір маңызды балдық өлшемі бар жұмыс, тапсырма болып эссе болып табылады. Эссе. Жалпы эссенің ең маңызды бөлігі оның құрылымы.
эссенің құрылымын біріншіден кіріспеден басталады. Кіріспеде тезистік ой, тезистік сөйлемдер, яғни жалпы эссенің тақырыбы бойынша әртүрлі фразалар немесе сол берілген тақырыпты бұрмалап хабарлы сөйлем арқылы жеткізуге сіздің қабілетіңізді сынайды. Яғни кіріспе. Екіншісі негізгі бөлім. Эссе тақырыбын анализдеу кезінде сізде әртүрлі ойлар туындайды. Ол ойлар жауаптар негізінде сіз негізгі бөлімде 3 негізгі немесе 2 негізгі азат жолдан басталатын ойлар жазасыз. 2 параграф немесе 3 параграфтан тұрады. Екі немесе 3. Және де әр параграфта басында, яғни бірінші сөйлемінде негізгі осы ойдың жалпы түрінде, осы ой негізгі жалпы түрінде жазылады, ал келесі ортасында, яғни дәлелдер келтіреді. Параграфтың қорытындысында жалпы параграфта айтылған негізгі ойлар қамтылу керек. Үшіншісі, бізде қорытынды келеді. Қорытынды ой жасау кезінде сіз кіріспеде негізгі бөлімде айтып өткен ойларды бір кішкентай параграфқа келтіресіз. Қорытынды және кіріспе сіздің эссеңіздің пайызын қамтуы керек. 30-40. Және де қорытындыны әдетте көптеген оқушылар жаңылысып, кішкентай бір-екі сөйлем арқылы бітіреді. Ол мүлдем дұрыс емес, себебі егер сіз қорытындыңызды осындай түрде жазсаңыз, онда сіздің негізгі бөліміңізде айтылған аспектілер талқыланбай, жай байланыссыз айтылып кетеді. Жалпы эссеге берілетін баллық ұпайлық шама 10 балл. Салыстыру жұмысымен бірде болып табылады. Менің негізгі рекомендациям бойынша эссеге 30 немесе 40 минут жойған абзал болып табылады. Себебі эсседе өте маңызды ұпайлық өлшемге ие. Сондықтан да эссені немесе салыстыруны бір-бірімен ажыратпай, екеуінен де жақсы ұпай жинаған дұрысырақ, және де уақытты үнемдеп жою керек. Эссе немесе салыстыру жұмысында сізге логикалық байланысты орнату үшін немесе тексерушіге белгілі бір ықпал экспрессивті немесе эмоционалды экспрессивті сөздерді ықпалды тудырту үшін сізге белгілі бір сөзді құрамдар, тілдік оралымдар керек. Жалпы олар тұрақ тіркес болуы мүмкін. Тұрақ тіркестер олар жалпы өте маңызды болып табылады. Сыртқы жиынтық бағалауда тұрақ тіркестерді көптеп жаттаған дұрысырақ. Олар ғаламтор желісінде өте көп мөлшерде таралған. Екіншісі, бізде тілдік оралымдар негізінде одағайларды, шылау сөздерді қолданған абзал. Себебі ол сөздер сіздердің жалпы лексикалық білімдеріңізді және де қазақ тілінің грамматикалық аспекттерін білетініңізді көрсетеді. Үшіншіден, құрмалы сөйлемдерді, олардың түрлерін жаттау маңызды. Себебі ол, жаңа мен айтып кеткендей, сыртқы жиынтық бағалауда үлкен рөл ойнайды. Себебі сіз жай сөйлемдерді талдау арқылы өзіңіздің деңгейіңізде жай екенін көрсетесіз.
Сондықтан да құрма сөйлемдердің сабақтас сағалас түрлерінің одан әрі кішкентай типтерінің анықтамасын, олардың ерекшеліктерін мысалдармен танысу жөн екенін көрсеткім келеді. Жалпы назарларыңызға рахмет. Келесі аптада жүздескенше сау болыңыз.